Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бала абай. Бүгінгі сабақта тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересің. Оқыған, тыңдаған бейне материалдың мазмұнын тірек сөздерді қолданып жазасың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Ақын, дара, тұлға, бата. Жіктік жалғауына назар аударайық. Мен ақын боламын, сен ақын боласың. Сіз ақын боласыз, ол ақын болады. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Есімізде сақтайық. Оқы, қайтала. Атақты ақын бата береді. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда, сұраққа жауап бер. Абайдың ауылына атақты Дулат ақын келді. Абай әжесінен: «Әже, бұл кісілер кімдер?» деп сұрады. Әжесі Зере: «Абайжан, бұл кісі атақты Дулат ақын. Дулат ақынның шығарған өлеңдері ел ішінде кең тараған» деді. Абайдың әжесі Зере келген қонақтарды құрметтеді. Дулат ақын кетерінде Абайға бата берді. Оқушылар, сұрақтарға назар аударайық. Абай кіммен сөйлесті? Абай әжесінен кім туралы сұрады? Қонақтың аты кім? Ол не істейді? Қонақ кімге бата берді? Ойланайық. Сұрақтардың жауабын бірге тексерейік. Абай кіммен сөйлесті? Абай әжесі Зеремен сөйлесті. Абай әжесінен кім туралы сұрады? Абай әжесінен келген қонақтар туралы сұрады. Қонақтың аты кім? Ол не істейді? Келген қонақтың аты Дулат ақын. Ол өлең шығарады. Қонақ кімге бата берді? Келген қонақ Дулат ақын Абайға бата берді. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Екінші тапсырма. Диалогты рөлге бөліп оқыңдар. Сұрақтарға жауап беріңдер. Абайдың үйіне кім келді? Абайдың үйіне атақты ақын келді. Қонақтың аты кім? Қонақтың аты Дулат Бабатайұлы. Абайға кім бата берді? Абайға Дулат ақын бата берді. Қонақ не істеді? Қонақ домбыра тартты, өлең айтты. Абайдың әжесі қандай адам? Абайдың әжесі ақылды, мейірімді, сыйлы адам. Абай өскенде кім болды? Абай өскенде ұлы ақын болды. Үшінші тапсырма. Дулат ақынның Абайға берген батасын оқы. Мұғалімнің көмегімен өлеңнің мағынасын түсін. Батаны жаттап ал. Шырағым, ер жетерсің, ер жетсең сірә не етерсің? Алысқа шырқап кетерсің, шыңдасаң шыңға жетерсің. Өлеңнің мағынасынан Дулат ақынның Балабайдың ұғымтал, зеректігіне қатты риза болып, шын сүйсінгенін аңғаруға болады. Балабайдың болашағынан үлкен үміт күткенін түсінуге болады. Төртінші тапсырма. Берілген сөйлемдерді жақша ішіндегі тиісті сөзбен толықтырып жаз. Оқушылар, іске сәт. Тапсырманы қалай орындадық? Бірге тексерейік. Абайдың ауылына Дулат ақын келді. Абай Зере әжесінен Дулат ақын туралы сұрады. Дулат ақын Абайға бата берді. Абай өскенде ұлы ақын болды. Абай дара тұлға. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Кел жаттайық. Оқушылар,
Мақалды бірге оқып жаттайық. Жаңбырмен жер көгерер, батамен ел көгерер. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бердің. Оқыған, тыңдаған бейнематериалдың мазмұнын тірек сөздерді қолданып жаздың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 47-ші беттегі 3-ші тапсырма. Батаны жаттап ал. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.